Үшінші есепте, егер t-ның мәні минус 0,25 болатын болса, төмендегі өрнектердің қайсысы ең үлкен мәнге ие болады дейді. Онда бірінші мәнді мынандай болады. 4-тің дәрежесі 1 бөлінген t болғандықтан, минус 0,25-ті t-ның орнына қойсақ, онда t-ның минус 4 дәрежесі шығады. Екіншісінде 1 бөлінген 4-ке бөлетін болсақ, 16 шығады. Мынада 4-тің минус 4-тен 1 дәрежесі. Ал мынада 4-тен 1-дің квадраты 16-тан 1, 16-тан 1-ді жоғары шығып өткенде 64 шығады. Ал мынада 2-ден 1, 8 шығады. Сонда қарайтын болсақ, мынау бізде кішірек кетеді, өте кіші сан шығады. Мынау да кіші сан болады. Енді сонда 16, 64, 8-шіндегі ең үлкені мына 64. Сонда D жауабы болады екен.